Шымкент елімізде ескі қалашықтың орны сақталған жалғыз ғана қала. Шаһардың 2200 жылдық тарихы бар деген болжамдар осыдан 5-6 жыл бұрын айтыла бастаған болатын. Сол кезден бастап осында қазба жұмыстарын жүргізген археологтар мен тарихшылар біртіндеп бұл болжамдарды дерекке айналдыра бастады. Әлем назарын өзіне аударған ескі қалашық қамалы бүгін біздің базар назарда. Армысыз ағайын, бізбен бірге болыңыздар. Ескі қалашық қамалында дәл қазіргі таңда археологиялық қазба жұмыстарымен қатар құрылыс жұмыстары да қарқынды түрде жүргізілуде. Ескі қалашықтың айналасы түгелімен қамал болып қоршалып, алдағы уақытта бұл жер аспан астындағы ашық мұражайға айналмақшы. Бүгінде ескі қалашықтың жоғарғы бөлігінің жұмыстары аяқталған. Алда орта ғасыр стилімен салынған үйді мұражайға айналдыру жоспары тұр. Мұнда қалашықтан табылған жәдігерлер қойылмақ. Здание по реконструкциям, по рисункам Вележева путешественника. Бұл ғимараттар саяхатшы Вележевтің суреттеріне қарай салынды. Көне стилде саяхатшыларға арналған музей тұрғызылды. Онда келушілер суретке түсіп, жәдігерлермен танысып, осы өңірдің тарихымен танысады. 3 жылдан бері жинақталған жәдігер сол музейде сақталады. Ал дәл осы кезде сол жәдігерлер өңдеу процесін өтіп жатыр. Біз табылғандардың бәрін тазалап, жуып, желімдеп, орнына келтірудеміз. Ол жұмыстарды атқаратын мамандарымыз да бар. Көрмеге дайындалған заттар осы музейде орналасады. Біздер үшін барша жәдігерлер өте қызық, өте маңызды. Түрлі мемлекеттердің және түрлі кезеңдерге көптеген тиын ақшалар табылып жатыр. 9-10 ғасырдан бастап 18-19 ғасырға дейінгілер. Түрлі суреттері, өрнектері бар ыдыстар, әскери әбзелдер, түрлі калибрдегі оқтар, мыстан, күмістен жасалған зергерлік бұйымдар. Анықтап айта алмаймын, осы жерден табылған жәдігерлер шамалап бірнеше мыңнан асады. Металды бөлек, қыштан жасалғандарды бөлек есепке түсіреміз. Қыш заттары өте көп. Кей кезде фрагменттерден бір келкі ыдыс құралады. Дәл қазіргі таңда Қазақ хандығы мен Қараханит дәуіріне тұспа-тұс келетін тұрғын үйлерді мұражайландыру жұмыстары жүргізілуде. Аршылып жатқан қазба жұмыстары барысында қызықты дүниелерге тап болған археологтар ол заманның да өздеріне тән қызығы болған дейді. Археологические работы ведутся уже 3-й год на этой территории. Значит, осы кезде цитадельде археологиялық жұмыстар атқарылып жатыр. Бұл жұмыстар 3 жылдан бері өткізіліп келеді. Енді бүгін әртүрлі тарихи кезеңдегі тұрғын үйлердің орнын анықтап жүрміз. Әр мәдени қабаты осы қамалдың әр тарихи кезеңнен мәлімет береді. Шымкент қалашығының қамалы бірнеше бөлімнен құралған. Біз тұрған орын цитадель деп танылады. Мұндағы ғимараттарда офицерлер орналасқан. 18 ғасырдың аяғы, 19 ғасырдың басында әскерлердің госпиталі болған анықталды. Одан арада шығыс және батыс жақтарда әскери казармалар. Олардың арасындағы алаңшаларда тұрғын үйлер болған деп болжап отырмыз. Ал арғы жақта тандыр ошақтары тұрған екен. Бұл жердегі қамал өте бекем еді. Жан жағындағы дуалмен қоршалған. Оның құрамында зеңбірегі бар мұнаралар күзеттелген. Жалпы қызыққа толы нысан. Амфитеатр анау техника тұрған жақта жоспарланған. Бүгінде батыс, солтүстік және шығыс бекініс қабырғаларын қалпына келтіру жұмыстары жалғасын тауып, 550 орындық амфитеатр құрылысы басталған. Цитадельдің тарихи көркемдік құндылығына және сақталуына нұқсан келтірмей, оны қазіргі заманға сай пайдалану үшін жағдай жасалуда. Аспан астындағы мұражайдың әлі де қол тимеген тұстары бар екен. Значит, мы с вами находимся на территории крепости Шымкент, Восточный Шахристан. Дәл осы жерде тұрғын үй болған деген болжам жасалынды. Мұндағы үйдің қабырғалары пақсамен өздеріңіз көріп тұрғандай кірпішпен өрілген. Осы ғимараттан үйді жылытатын пешті таптық. Ол пештен құбыры жүргізілген екен. Ол үйді жылыту қызметін атқарған. Ал ошақтың алдыңғы жағында тандыр нанын пісірген. Ал мұнда қол жуатын құрал, көптеген қоқыс шұңқырлар. Қалдықтарды шұңқырға көміп тастай берген. Бұл шұңқырлар түрлі кезеңдерге жатады. Солардың біреуінде біз мыстан жасалған тиынды таптық. Қай кезеңдікі екенін айта алмаймын. Оны өңдеуден кейін дәлелдеп айтамыз. Бұл жерде қол жуатын орын болған. Мынау 4 бұрышты қазіргі тілмен айтсақ, демалатын диванның астынан қыздыру құбыры өткен. Қазба жұмыстары қашан аяқталатыны бізге белгісіз. Әлі де зерттеу жүргізер аршитын бір бөлігіміз бар.
Көне қалашық кешенінің әлеуеті зор, яғни мұндағы археологиялық қазбалар қоршалып, ендігі ретте көне қаланың орнын абаттандырып, туристерді тартар нысанға айналдыру міндеті тұр. Бәрімізге мәлім, 2000 біздің қаламызға, Шымкент қалашығына 2200 жыл болды деп есептелді, дәлелденіп берген. Енді қазіргі таңда біз арнайы видеоролигін дайындауға кірістік. Ол кем дегенде 2 кезеңді алып отырады. Ол ежелгі кезеңді және де осы 19-18 ғасырдағы кезеңді алып отырады. Келген қонақтардың бәрі сол роликте, сол арнайы видеоролик, айтады ғой, виртуальная реальность дейді ғой. Сол арқылы сол жердің тарихын көруге болады. Өзінің шатырлары болады. Сосын өздерінің бөлінген бір аумақтарға бөлініп тұрады олар. Туристік аумақ, казарма дейді ғой, сол бір туристік аумақ болады. Және де визит-центр болады. Оның визит-центр бүгінгі таңда уже дайын болып жатыр. Оның өзінің помещениесі, ғимараты. Ал енді қалғанын олар бітіреді. Қалашықты көне стильде көріктендіру жұмыстары жалғасуда. Бұл жұмыстар аяқталғаннан соң қала ресми түрде ЮНЕСКО-ға 2200 жылдығын тойлауға өтінім бермекші. Қазіргі таңда Қазақстандағы ең көне шаһар болып Тараз қаласы саналады. Ұлы Жібек жолы бойындағы көне қалалар алдымен сауда жасайтын тұрақтар, керуен сарайлар ретінде салынып, кейін барып әкімшілік орталықтарға дейін біртіндеп өсіп өркендеген. Цитадельдегі құрылыс жұмыстары маусым айында аяқталады деп жоспарлануда. Бұйыртса қала күні қарсаңында ескі қалашық қамалының ашылу салтанаты өткізілмекші. Ал археологтар болса, қазба жұмыстарының барған сайын қызығына түсіп, қараханиттер дәуіріне дейін бойлап барамыз дейді. Менің өздеріңізге бүгін айтпағым осы болды. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.